Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пышно американский панкейктер пісіретін боламыз. Сол үшін де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Және оны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Енді оны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызға разрыхитель қосып, оны жұмыртқалы массамыздың үстіне сала отырып араластырамыз. Енді табамызды орташа отқа қойып, оны қыздырып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға бір қасықтан құя отырып, екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Бетінде осындай тесттер пайда болса, онда оны екінші жағына қарай аудару қажет деген сөз. Осылай екінші жағына қарай аударамыз. Міне алғашқы панкейк пісті. Келесінде басқаларында осылай пісіріп аламыз. Міне біздің панкейктеріміз пісті. Өте дәмді және пышно болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап және дамытып көріңіздер. Сіздермен болған мен Аяулым. Сау болыңыздар. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып кетеміз.